ата-ана ақысы. Сұрақ: баланың мойнында ата-анасына өтетін қандай ақылары, міндеттері бар? Жауап: Хазіреті имам Насафи былай деген: ата-ананың баласында 80-ге жуық ақысы бар. Олардың 40-ы тірі кезінде, 40-ы қайтыс болғаннан кейін орындалады. Тірі кезіндегі 10 ақысы дене мүшемен, 10-ы тілмен, 10-ы жүрекпен, яғни көңілмен, қалғаны 10-ы ақшалай өтеледі. Дене мүшемен атқарылатын 10 ақысы. Бірінші, оларға қызмет етіп, разылығын алу керек. Хадис шарифтерде былай делінеді: ата-анасына қызмет еткен адамның өмірі ұзақ және берекелі болады. Дінге сай қызметтерімен ата-анасын қуантқан адам Аллаху тағаланы қуантқан болады. Ал оларды ашуландырған адам Аллаху тағаланы ашуландырған болады. Ата-анасы жанында қартайғанымен жәннатқа қол жеткізе алмаған адамдардың сағысынсын. Хазіреті Хасан Басри Қағбаны тауаф етіп жүргенде жүк арқалаған бір кісіні көріп: не үшін жүгіңмен тауаф етіп жүрсің дейді. Арқамдағы жүк емес, менің әкем. Оны Шамнан 7 мәрте арқалап әкеліп тауаф етіп жүрмін. Себебі маған дінімді, иманымды үйретті. Мені исламның көркем мінезімен тәрбиеледі, деп жауап береді. Сонда Хазіреті Хасан Басри: әкеңді қияметке дейін осылай арқалап өтсең де, бір рет ренжіткен болсаң, бұл жақсылықтарының бәрі босқа кетеді. Егер бір рет қуантқан болсаң, осыншама қызметтердің сауабына қауышасың дейді. Ата-анаға лайықты түрде құрмет көрсете білу керек. Оларға қызметте кемшілікке жол бермеу керек. Хазіреті Ибн Аббас: ата-анаңның алдында кінәлі, әлсіз, кедей бір құлдың қатал, дөрекі қожайынына деген құрметіндей бол деген. Анаға құрмет және қызмет әкеден бұрын келеді. Хадис шарифтерде былай делінеді: анаға жасалған жақсылықтың сауабы 2 есеге көп болады. Бірінші анаңа, екінші әкеңе, кейін әпке қарындасыңа, аға ініңе, кейін ретімен қалған туыстарыңа жақсылық жаса. Уайсал Қарани бүкіл ихсандары мен дәрежелеріне анасына жасаған жақсылықтарының себебімен қол жеткізді. Я Расулулла, менің анам мүшрик. Оған жақсылық жасауым жайыз ба деп сұраған адамға пайғамбарымыз: иә, анаңа жақсылық жаса және оны құрметте деді. Барлық пайғамбарлар өз анасынан да үстемеді. Соған қарамастан пайғамбарлар да аналарын құрметтеп қызмет еткен. Кәпір болса да ата-анаға қызмет ету, олардың нәпақаларын, тамағын, киімін, баспанасын қамтамасыз ету және хал жағдайларын сұрап қонаққа барып тұру керек. Егер де күпірлікке себеп болатын істерді жасатқызады деп қорықса, онда үйіне баруға болмайды. Мұса пайғамбар жанаттағы көршісінің кім екенін Хақ тағаладан сұрап, оны іздеп барады. Ол қасапшы еді. Қасапшы бір кесек етті алып, оны жақсылап пісіріп, ілулі тұрған себетті төменге түсіреді де, ішінде жатқан кәрі кемпірге пісірген етімен суын береді. Кейін үсті басын тазалап, қайтадан себетке жатқызады. Қасапшы: бұл менің анам, қартайып осындай халге түсті. Күндіз түні оны осылай күтіп бағамын дейді. Сонда қасапшының анасы: я Раббым, ұлымды жанатта Мұса пайғамбарға көрші қыл деген сөзін Мұса алейхиссалам да естиді де: сүйінші, Аллаху тағала сені Мұса пайғамбарға көрші қылды дейді. Екінші, үнемі жақсылық жасау керек. Ата-анаға сый құрмет көрсету және жақсылық жасау парыз. Хадис шәрифтерде былай делінеді: ата-анасына жақсылық жасаған бала пайғамбарлармен бірге жәннатқа кіреді. Ата-анасына жақсылық жасаған адамның өмір жасы ұзақ және ризығы берекелі болады. Ең құнды амал уақытында оқылған намаздан кейін ата-анаға жақсылық жасау. Ата-анаңа жақсылық етсең, кейін балаң да саған жақсылық жасайды. Сен де, мал мүлкің де әкеңдікі. Үшінші, оларға қарсы шықпау керек. Хадис шәрифтерде былай делінеді: ата-анаға қарсы шығу үлкен күнә. Ата-анасына қарсы шыққан бала жәннатқа кірмейді. Ата-анасына қарсы шыққан баланың өмірі берекесіз және қысқа болады.
Имандылардан тозақтан ең соңғы шығатындар Хақ Тағаланың жолында жүрген ата-анасының исламға сай болған әмірлеріне қарсы шыққандар. Ата-ананың және ешкімнің де дінге қайшы болған әмірлеріне мойын сұнылмайды. Бірақ қашанда ата-анаға жылы сөйлеу, оларды ренжітпеу керек. Ата-анасы кәпір болса, оларды шіркеуден, шарапханадан арқалап болсын әкелу керек, бірақ ондай жерлерге апармау керек. Ата-анасы залым да болса, олардың айтқандарына қарсы шығуға, оларға дауыс көтеруге, дөрекі сөйлеуге болмайды. Ата-анам өте мейірімсіз, оларға қалай мойын сұнамын деген адамға Расулуллах алейхиссалям былай деген: анаң сені 9 ай құрсағында көтерді, 2 жыл емізді, сені үлкейгенге дейін қойнында жетілдірді, қамқор болды. Әкең де сені өсіру үшін көптеген қиыншылықтарға төзді. Сенің қажеттіліктеріңді қамтамасыз етті, саған дініңді, иманыңды үйретті. Сені ислам тәрбиесімен өсірді. Енді қалайша олар мейірімсіз болады? Бұдан асқан мейірім бола ма? Я Расулалла, қартайған анамды өз қолыммен тамақтандырамын, дәретін алғызып арқалап жүремін. Осы амалыммен ақысын өтеген боламын ба деп сұраған адамға пайғамбарымыз былай дейді: жоқ, ақысының 100-ден 1-ін де орындаған болмайсың. Ол саған аяққа тұрып кетуіңді күтіп қызмет еткен еді, ал сен оған өлімін күтіп қызмет етудесің. Бірақ Аллаху Тағала бұл аз ғана жақсылығың үшін көп сауап ихсан етеді. Бір кісі: я Расулалла, ата-ана баласына зұлымдық етсе де, олардың разылығын алмаған адам тозаққа кіре ме деп сұрағанда жауап ретінде 3 рет я, зұлым еткен болса да разылығын алмаған бала тозаққа кіреді дейді. Олай болса, әке-шеше залым болып баласына зұлымдық етсе де, күнә істеуді әмір етсе де, оларды ренжітпеуге, ашуландырмауға тырысу керек. Күнә болған, дінге қайшы болған әмірлерін орындау керек емес, бірақ оларды ренжітетін сөз және әрекет жайыз емес. Ата-ана жаман болса, олармен жақсы мәміледе болу керек. Олармен араны үзу үлкен күнә болып табылады. Ең болмағанда сәлем айтып, хат жазып, телефон шалып, бұл күнәдан құтылу керек. Құран кәрімде 3 нәрсемен бірге айтылған. Біріншісі орындалмаса, екіншісі қабыл болмайды. Пайғамбарымызға мойын сұнбаса, Аллаху Тағалаға мойын сұнылмаған болмайды. Ата-анаға шүкір етілмейінше, Аллаху Тағалаға шүкір етілген болмайды. Мал-мүліктің зекеті берілмесе, намаздары қабыл болмайды. Төртінші, оларға мойын сұну, қарсы шықпау, күнә болмаған әмірлерін орындау керек. Мұса алейхиссалям Аллаху Тағаладан 9 рет насихат сұрағанда, барлығында да ата-анаға мойын сұн деп бұйырылды. Хадис шәрифте де былай делінген: ата-анаға мойын сұну Аллахқа мойын сұну болады. Оларға қарсы шығу Аллаху Тағалаға қарсы шығу болады. Әкесіне қарсы шыққан адам бала-шағасының қызығын көре алмайды, мұратына жете алмайды, отбасымен жақсы қарым-қатынаста бола алмайды, үйінің дәм-тұзы, қызығы болмайды. Бесінші, оларға қатал жүзбен, қабақ шытып қарамау керек. Жылы жүзбен, мейіріммен, сүйіспеншілікпен қарау керек. Ата-анасына мейіріммен, сүйіспеншілікпен бір рет қараған адам қабыл болған бір қажылықтың сауабына қауышады. Пайғамбарымыз ата-анасының жүзіне мейіріммен қараған адамға қажылық және умраның сауабы жазылады деген. Күніне 1000 рет қараса да солай ма деп сұрағанда, пайғамбарымыз күніне 100 000 рет қараса да деп жауап берген. Тағы бірде ата-ананың жүзіне мейіріммен қарау ғибадат деп білдірілген. Алтыншы, оларды ренжітпеу, өкпелетпеу, разылықтарын алу керек. Хадис шәрифтерде былай делінеді: Раббыңның разылығы ата-ананың разылығында, ашуы да ата-анаңның ашуында. Ата-анасының разылығын алған мұсылманға жәннаттан 2 есік ашылады, ал ренжіткен адамға тозақтан 2 есік ашылады. Ата-анасының разылығын алған мұсылман не істесе де тозаққа кірмейді, ал ренжіткен адам жәннатқа кірмейді. Хақ Тағала кейбір күнәлардың жазасын қияметке дейін кешіктіреді. Ата-анаға қарсы шығу күнәсі бұлардан тыс. Ата-ананы ренжіту, оларды жәбірлеу үлкен күнә болып табылады. Ата-ананың жалпы ешкімнің де күнә болған әмірлерін орындау жайыз емес.
Ата-ананың ұсынған асында харам араласқан болу күмәні болса және бұл тамақтан жеуі үшін баласын мәжбүрлесе, баланың ол тамақты жеуі керек болады. Себебі күмәнді нәрселерден қашу уәраға жатады, ал ата-ананың разылығын алу уәжіп болып табылады. Бірақ дінге қайшы болған әмірлері орындалмайды. Мәселен, арақ іш, намаз оқыма, әйтпесе біз ренжиміз десе, мұндай харам болған айтқандары істелмейді. Өйткені Аллаху тағалаға қарсы шыққан істе құлға бағынылмайды деген әмір бар. Хақ тағала Ән-Кәбут сүресінің 8-ші аятында біз адамға әке-шешесімен жақсы мәміледе болуына кеңес бердік. Егер олар саған білмеген нәрсеңде маған ортақ қосуың үшін мәжбүрлесе, оларға бағынба деген. Ата-анасы күнә істейтін бала оларға бір рет насихат айтады. Егер насихатын тыңдамайтын болса, одан кейін үндемейді және олар үшін дұға етеді. Олардың рұқсатынсыз сапарға шықпау керек. Қажылыққа барарда мұқтаж болмаған ата-анадан рұқсат сұрау сүннет. Ата-анасы мұқтаж болса, олардың рұқсатынсыз қажылыққа бару харам болып табылады. Ата-анасы мұқтаж болмаса, парыз болған қажылыққа олардың рұқсатынсыз бара алады. Бірақ нәпіл қажылыққа ата-анасының рұқсатынсыз бара алмайды. Соғысқа баруға рұқсат сұраған адамның ата-анасының тірі екенін естігенде пайғамбарымыз осында қалып, оларға қызмет ет. Оларға қызмет етуің соғысқа қатысуың болып саналады деп бұйырды. Соғысқа бару үшін рұқсат сұрап келген басқа бір адамға да былай деді: анаңның қасынан айырылма, жәннат оның аяғының астында деді. Ғижрат ету үшін шыққан бір кісі пайғамбарымызға келіп: я Расулалла, ата-анамды жылатып келдім дегенінде пайғамбарымыз бұл жағдайға ренжіп, дереу үйіңе бар, оларды жылатқан болсаң енді көңілдерін тап, қуант деді. Ата-ананың үйіне бармау үлкен күнә. Хал жағдайларын сұрап барып тұру керек. Бара алмаған жағдайда ең болмаса хат жазып, сәлем жолдап, бұл күнәдан құтылу керек. 8-ші, оларға лайықты түрде сый құрмет көрсету керек. Хадис шарифте үлкенге құрмет көрсетпейтіндер бізден емес делінген. Ата-анаға құрмет бақытсыз адамды бақытты қылады, өмір жасын ұзартады және оны жаман өлімнен сақтайды. Оларды көргенде дереу түрегеліп, қастарына бару керек. Олар отырғанша түрегеп тұру керек. Олардың рұқсатынсыз отырмау керек. Отырған кезде де әдептілік сақтау керек. Олардың алдында аяқты айқастырып немесе созып отыруға болмайды. Болса да маған еш нәрсе демейді деп, мұндай әдептіліктерді назардан тыс қалдырмау керек. 9-шы, көшеде жүргенде арттарына жүру керек. Ешқандай себепсіз алдарына түсіп жүрмеу керек. 10-шы, шақырған кезде дереу қастарына барып, тыңдап тұрмын деп айту. Ата-ана шақырған кезде парыз намазын бұзу рұқсат болғанмен, аса қажеттілік болмаса бұзбау керек. Ал сүннет намаздарды бұзуға болады. Хақ тағала былай деген: ей Мұса, менің дәргейімде өте ауыр және үлкен бір күнә бар. Ол ата-ана шақырған кезде әміріне бағынбау. Тілмен жасалатын 10 ақсы. 1-ші, жылы сөйлеу, қарапайым болу, ренжітпеу, ауыр сөз айтпау, тіпті уф демеу. Хақ тағала былай бұйырған: біз адам баласына, әке-шешесіне жақсылық жасауларына кеңес бердік. Раббың тек өзіне ғана ғибадат етулеріңді және әке-шешелеріңе жақсылық етулеріңді әмір етті. Егер олардың бірі немесе екеуі де жаныңда қартайса, оларға уф деуші болма, ауыр сөз айтпа, оларға сыпайы және жылы сөйле, оларға жанашыр бол, қарапайым бол. Ол екеуіне мейірімділік құшағыңды жай да: я Раббым, ол екеуі мені кішкентайымнан тәрбиелеп жетілдіргеніндей, сен де оларды рахымдылығыңа бөле, деп дұға ет. Хазіреті Хасан Басри былай деген: бір ғалым адамның әке-шешесі кәпір болса, құдықтан су әкеліп беру үшін оған мұқтаж болып, ол да бірнеше рет шелекпен су әкеліп жүріп уф десе, барлық амалдарының сауабы жоқ болады. 2-ші, сөйлескенде дауысын олардың даусынан жоғары көтермеу. 3-ші, олардың жандарында көп сөйлемеу, әдептен аспау. Ата-анасы білетін нәрселерін айтса да, тағы сол әңгімеме деместен, еш қашан естімеген адамдай тыңдау керек. 4-ші, дөрекі сөздермен сөйлемеу, тигізіп айтпау. Мысалға, екі баласы бір адамның бір ұлы екіншісін меңзеп: ұлыңыз сөйтті, егер мен солай етсем, қияметті қопарар едіңіз демесе,
Апа, немереңізді қатты еркелете бермеңіз, төбемізге шығып барады, тілімізді алмай кетті деген секілді сөздермен ата-ананы ренжітуге болмайды. Ата-анасының көзінше баласына ұрысуға, ұруға болмайды. Мұндай нәрселер ата-ананы қатты ренжітеді. 5. Әйелін олардан жоғары көрмеу. Пайғамбарымыз алейхиссалам былай деген: әйелін анасынан жоғары тұтқан адамға лағнет болсын, оның парыз және басқа да ғибадаттары қабыл болмайды. 6. Аттарымен атап шақырмау, сөздерін бөлмеу және сөздерінің арасына кірікпеу, білгішсінбеу. Ата-анасы қате айтса да олай емес деп қарсылық көрсетпеу. 7. Ата-ананың арасын ашатын сөздерден, іс-әрекеттерден ұзақ тұру. Ата-ана мен ұлының немесе қызының арасын ашатын істерден ұзақ тұру. Әсіресе келіндер ата-ана мен баласының арасын суытатын сөздерден алыстыру керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам анасы мен ұлының арасын ашатын адамға лағнет болсын деген. 8. Сөйлегенде істеме деген сияқты бұйрық раймен сөйлемеу, істеп бере аласыз ба деген сияқты өтініп сөйлеу. 9. Игі, ізгі дұғаларын алу. Әке-шешенің дұғасын үлкен ғанибет, олжа деп білу керек. Хадис шарифтерде былай делінеді: 3 адамның дұғасы қабыл болады. Әке-шешенің, зұлымдыққа ұшыраған адамның және қонақтың дұғасы. Әке-шешенің дұғасы иллахи ғижапқа жетеді, дұғалары қабыл болады. 10. Бет дұғаларын алмау керек. Хадис шарифте былай делінеді: әке-шешенің баласына және зұлымдық көрген адамның залымға жасаған бет дұғасы, қарғысы қайтарылмайды. Өздеріңе, бала-шағаларыңа және мал-мүліктеріңе бет дұға етпеңдер. Дұғалардың қабыл болатын уақытқа тура келіп, бет дұғаларың қабыл болады. Әке-шешең шақырған кезде не жұмыс істеп отырсаң да, дереу оны тастап, әке-шешеңнің әміріне жүгір. Әке-шешең саған ашуланып айғайласа да, оларға еш нәрсе деме. Әке-шешеңнің дұғасын алғың келсе, саған әмір еткен істерді тез және әдемі түрде орындауға тырыс. Бұл ісіңді ұнатпай, саған ренжіп қалуынан және бет дұға етулерінен қатты қорқ. Саған ренжіген болса, оларға қатты сөйлеме, дереу жылы сөйлеп, көңілдерін жайландыр. Әке-шешенің көңілдеріне мұқият бол, өйткені сенің бақытың мен пәлекетің олардың көңілдерінен туатын сөзге байланысты. Әке-шешең ауру болса, кәрі болса, оларға көмек бер. Бақытыңның кілті олардан алатын ізгі дұғаларда екенін біл. Егер оларды ренжітіп бет дұғаларын алсаң, дүниең де ақыретің де опат болады. Айтылған оқ кері қайтпайды. Олар тірі кезде қадірін біл. Жүрекпен, көңілмен жасалатын 10 ақысы. 1. Оларға жанашыр, мейірімді болу. Хадис шарифте былай делінген: мейірімділік етпеген адамға мейірімділік етілмейді, жаны ашымаған адамға жан ашылмайды. 2. Оларды жақсы көру. Әр реті келгенде ата-ананың қолын сүйіп тұру, жақсы көретінін білдіріп тұру. Хадис шарифте анасының аяғын сүйген адам жаннаттың есігін сүйген болады. 3. Қуаныштарына ортақ болу. Бір нәрсеге қуанса, қандай жақсы болған, құтты болсын деген сияқты сөздермен қуанышын білдіру. 4. Қайғы-мұңдарына, дерттеріне ортақ болу. Бір нәрсеге қамыққанын, ренжігенін көргенде ренжімеңіз, уайымдамаңыз деген сияқты сөздермен көңілін алу, жұбату. Өзіңнің де бұл жағдайға ренжігеніңді білдіру керек. 5. Көп сөйлегендері үшін оларға ренжімеу, ренжітсе де ренішін оларға білдірмеу. 6. Сөгістеріне, ұрсуларына, жазғыруларына ашуланбау, еш нәрсе болмағандай сөздерін естімегендей жүру. 7. Олардан разы болу, олардың разылығын алуға тырысу. Хадис шарифте былай делінген: Аллаху тағаланың разылығы ата-ананың разылығында. 8. Оларды ренжітуден қатты қорқу. Исра сүресінің 23 аяти каримасында ата-анаға жақсы мәміледе болу, оларға жылы және жұмсақ сөйлеу керектігін әмір етілген. Ғафылдыққа салынып ата-анаңды ренжітсең, дереу разылығын ал. Жалбарын қалай да болса олардың көңілін табуға тырыс. 9. Назданбау керек. Қайта олардың назын көтеру керек. Өйткені кішкентай кезімізден біздің еркеліктерімізді, назымызды көтеріп келді. Ендігі олардың еркелейтін кезі келді. 10. Олардан жәбір көрсе де, қиындық көрсе де, осылар өлсе екен, бұлардан ертерек құтылсақ екен деп ойламау керек. Ұзақ өмір сүрулерін тілеу керек.
Олар бізден көптеген қиындықтар, машақаттар шексе де біздің өмір сүруімізді қалады. Өздері аш қалған күнде де бізді тойғызды. Мал-мүлік пен ақшамен өтелетін 10 ақысы. Бірінші, киімді өзіңнен бұрын оларға алып беру. Тамағының ең жақсысын соларға бер. Екінші, алыста тұратын болса, хал жағдайын сұрап барып тұру. Ата-ананың және махрем туыстарының үйіне барып тұру уәжіп. Ең болмаса хат жазып, сәлем жолдап тұру керек. Қонаққа барудың реті мынадай: ана, әке, бала, ата-әже, бауыр, әкенің аға, іні, әпке қарындастары, ананың аға, іні, әпке қарындастары. Үшінші, тамақты бірге отырып жеу. Төртінші, не қалайтындарын сұрап біліп, оларды қамтамасыз ету. Бесінші, үйлерін тазалау, сырлау, жөндеу. 6. Ақша беріп тұру. Ақша қажет болып, бірақ сұрауға қысылып жүрген болулары мүмкін. 7. Мал-мүлікті, ақшаны олардың еркіне беру. Қашан керек болса да, не істеймін десеңіз де, мал-мүлкім, ақшам сіздер үшін пида болсын деу. Ашуланған кездері болса, осындай жолдармен оларды жұбату, көңілін аулау керек. Ата-анаға жұмсалған ақшаның сұрауы болмайды. Мұқтаж болған ата-анаға көмектесу парыз болып табылады. Құран кәрімде былай делінеді: әке-шешеңе, туыстарыңа, жетімдер мен кедейлерге, жылаушыларға нәпақа беріңдер. Кімге нәпақа беретінін сұраған адамға пайғамбарымыз алдымен өзіңе, әке-шешеңе, кейін әйелің мен бала-шағаңа, қызметшіңе, одан кейінгілерін өзің біле жатарсың деді. Әкесі сырқаттанып қарайтын ешкімі болмаса, қызы күйеуінің рұқсатынсыз барып қызмет етуіне болады. Земми әке үшін де үкім осылай. Бірақ бала бай болған әкесіне қарауға мәжбүр емес. Бай адамның әке-шешесі кедей болса, оған нәпақа беруі парыз болады. Кедей адамның әке-шешесі де кедей болса, оларға нәпақа беруі парыз емес. Олардың өз үйіне алып бірге тұруы керек. Әке-шешенің біреуіне жақсылық жасағанда, екіншісі ренжитін болса, әкеге құрмет етіп бағыну керек. Анаға қызмет етіп, жақсылық жасап көмектесу керек. 8. Анда-санда тәтті тағамдар әзірлеп шақырып тұру керек. Көңілдері қалап тұрса да айта алмауы мүмкін. 9. Достарын дос деп біліп шақыру, олардың да көңілдерін аулау, дұшпандарынан да ұзақ тұруға тырысу керек. 10. Ауырған кездерінде емдеу жолдарын қарастырып, дәрі-дәрмек алып беру. Күтуші, қызметші жалдаудың орнына тікелей өзі қызмет етуге тырысу керек. Қайтыс болғаннан кейінгі 40 ақысы. 1. Жерлеу ісіне ерте қамдану. 2. Мәйітті сүннетке сай жуу, бұл істі білетін жақсы адамдарға жудыру. 3. Сүннетке сай кебіндеу. 4. Дінімізде жайыз болмаған кебін жасау. 5. Матаның сүннет болған мөлшеріне мән беру, ерлерге 3 бөлік матадан артық қолданбау. 6. Кебіндеу ісінде матаны ысырап етпеу. 7. Кебінді халал ақшамен алу. 8. Жаназа намазын өзі білсе, өзі оқу. Биғдатшыларға оқытпау. 9. Оларға әрдайым дұға ету. Бір хадис шарифте былай делінеді: әке-шешесіне дұға етпейтін адамның ризығы кесіледі. 10. Мәйітін топыраққа өзі қою. 11. Мазарды қазған және қызмет еткен адамдарды разы ету. 12. Жақсы және салих адамдардың қасына жерлеу. 13. Жаман адамдардың қасына жерлемеу, өйткені жаман көршіден олар зардап шегеді. 14. Қабірдің үстін балықтың пішінінде етіп, дөңес қылып үю. 15. Топырақтан құйылған кірпіш қолдану. 16. Күйдірілген кірпіш қолданбау, шеге, кірпіш секілді отқа күйдірілген нәрселерді қабірдің ішіне қолдану макрух. Қабірдің үстін, сыртын кірпіш және мәрмәр таспен қоршау жайыз. 17. Қабірінің басында садақа беру. 18. Қабірінің басында дұға ету. Садақа мен дұғаны кешіктірмеу. 40 жүзі деген секілді биғдат болған істерден аулақ болу. 19. Қарыздарын төлеу. 20. Талқынын өз айту. 21. Исқатын дереу өтеу. Өлген адамның ораза және намаз қазалары үшін оның орнына ешкім намаз оқи алмайды және ораза ұстай алмайды. Хадис шарифте былай делінген: біреудің орнына біреу ораза тұта алмайды және намаз оқи алмайды. Алайда оның ораза және намаз қазалары үшін кедей адам тойдырылады. 22.
Мазардың басындағы тасқа жайыз болмаған сөздер жазбау, мәселен, фатиха, бисмиллах немесе аяти карималар жазу жайыз емес. Латын әріптерімен жайыз болған нәрселер де жазылмайды. Адамдар ұзақ уақыттан бері солай жазып келсе де жазуға болмайды. 23. Өсиеттерін орындау. Дінге қайшы болған өсиеті орындалмайды. 24. Намаздардан кейін дұға етіп, сауаптарын олардың рухтарына бағыштау. Хадис шарифте былай делінеді: ата-анасына қарсы шыққан бала қайтыс болғаннан кейін олар үшін дұға етсе, Аллаху тағала оны ата-анасына мойынсұнғандардың қатарына жазады. 25. Сауабын оларға бағыштап, ораза тұту. 26. Сауабын оларға бағыштап, қажылыққа бару. Көптеген ғалымдардың үкімі бойынша сауабын әке-шешесінің рухына бағыштап, қажылыққа бару жайыз. Хадис шарифте былай делінген: сауабын қайтыс болған әке-шешесінің рухына бағыштап қажылыққа барған адамның өзіне де, әке-шешесіне де қажылыққа барудың сауабы беріледі. Әке-шешесінің рухына сүйінші беріледі. 27. Сауабын оларға бағыштап садақа беру. Хадис шарифте былай делінген: садақа бергенде неге сауабын мұсылман әке-шешелеріңнің рухына бағыштамайсыңдар? Бағыштасаңдар, берген садақаның сауабы олардың рухтарына берілгеніндей, ол сауаптан мүлдем азаймай сендерге де жазылады. 28. Қабірлерін зиярат етіп Құран кәрім оқу. Хадис шарифте былай делінген: әке-шешесінің немесе басқаның қабірін ықыласпен және Аллаху тағаладан күнәларын кешіруін үміт етіп зиярат еткен адамға қабыл болған қажылықтың сауабы беріледі. Және мұны әдет қылған адамның қабірін періштелер зиярат етеді. 29. Қабірлерін жұма күні зиярат ету. Хадис шарифте былай делінеді: ата-ананың қабірін жұма күндері зиярат еткен адамның күнәлары кешіріледі және ақыларын өтеген болады. 30. Зиярат еткенде дұға және Құран кәрім оқу, орынсыз сөздер сөйлемеу. 31. Тірі кездерінде ренжіген болса, баласы салих болса, одан разы болады. Олардың үйреткен жақсы нәрселерімен амал еткен сайын сауабы оларға да жазылады. 32. Олардан үйренген жамандықтарын ұстанатын болса, әрбір жасаған күнәлары үшін оларға да күнә және азап беріледі. Сондықтан олардан немесе олардың себебімен үйренген жаман нәрселерді тәрк ету. Өзінің жаман әрекеттерімен қабірде оларға азап бермеу. 33. Әке-шешеге тіл тигізбеу. Хадис шарифте ата-анаға тіл тигізу үлкен күнә делінген. Яғни біреудің әке-шешесін балағаттасаң, сенің де әке-шешеңді балағаттауы мүмкін. 34. Әке-шешенің ағайын туыстарымен де қарым-қатынаста болу. Хадис шарифте былай делінген: қайтыс болған әке-шешесіне дұға және истихбар ету, қарыздарын өтеу, достарын құрметтеу, жақын туыстарымен араласып тұру және олармен жақсы қарым-қатынаста болу арқылы оларға сый-сияпат етіңдер. 35. Достарының хал жағдайын сұрап бару. Хадис шарифте былай делінеді: әкесі қайтыс болғаннан кейін оның достарына жағдайын сұрап қонаққа барған адам ең үлкен жақсылықты жасаған болады. 36. Достарымен араласып тұру. Хадис шарифте жақсылықтардың ең жақсысы әкенің досын құрметтеп, оған қамқор болу делінді. 37. Рамазан айтта сауабын оларға бағыштап пітір садақа беру. 38. Құрбан айтта сауабын оларға бағыштап құрбандық шалу. 39. Ата-ананың жақсы көретін тағамын пісіріп, кедейлерге таратып, ас беріп, сауабын рухтарына бағыштап, оларды қуанту. 40. Жамандықтарын айтпау. Хадис шарифте былай бұйырылды: өлген адамдарыңды жақсылықтарымен еске алыңдар, олардың жақсылықтарын айтып, жамандықтарын жасырыңдар.